Сәлеметсіздер ме? Бұл видео жаңадан бастап оқушыларға арналады. Егер сіз қандай жіп, қандай крючок, қандай сым алу керегін білмесеңіз, бұл видеоны соңына дейін қараңыз. Лайк басып тіркелуді ұмытпаңыз. Ең алдымен осындай қара түсті жіптерден қашыңыз, себебі бұл көзді ауыртады. Одан да мындай ақ түсті, светлый түсті жіптерді таңдаңыз. Жіптердің этикеткасы болады, соған да мән беріңіз. Мұнда мәселен 25% жіп, 75% акрил. Жіптің құрамында акрил көп болған сайын жіпті қатайтады. Ал жүн көп болса, жібіміз пушистый, жұмсақ болып тұрады. Ал мұнда жіптің метражы берілген. Яғни 100 грамм жіпте 200 метр жіп бар. Яғни метрі ұзарған сайын, үлкейген сайын жіп жіңішкере береді. Ал метрі азайған сайын қалыңдай береді. Ал мұнда жіпке арналған крючоктың номерлері берілген. Мұнда жіптің өзінің оттенктері болады ғой. Сол жерде 208 оттенкі ақ түсті. 4,5-5 сымға арналған номер, ал крючокқа 3-түк. Мұнда 3-түк номер, осындай крючок. Мінекей мұнда 5 және 4,5 сым керек екен. Міне 4,5 сым. Осындай ұзын сым, яғни мұндайлар негізінен жемпір, ұзын немесе плед бірдеңелер тоқуға арналған. Өте ыңғайлы, мен мұндайларды жиі қолданамын. Тоқыма тоқитын магазиндерде, дүкендерде сатады. Круговой спицы деп аталады. Ал енді қандай крючок таңдауға келсек. Мынандай крючоктар бар. Качествосы жақсы, ұстауға да ыңғайлы. Бұл 1 және 2-лік, яғни екеуі де бар. 2 номерлер қатар жүрген металлический осындай крючок. Бұл өте ыңғайлы, сынбайды. Ал мынандай крючоктардан қашыңыз, себебі бұндай крючоктар качествосы нашар, тез сынып қалады. Маған өзіме осындай крючоктар ыңғайлы, ручкасы бар, жұмсақ, мозоль шықпайды. Өте ыңғайлы ұстауға да. Мынандай қысқа сымдар бар. Мұндай сымдармен негізінен нәски, немесе шарф, немесе кішкентай мәселен ойыншықтар деген сияқты кішкентай заттар тоқуға болады. Ішінде міне 5-6 штук. Мұндай жіптер, егер де мұндай қолдансаңыз, мұндай сымдарды қолдансаңыз, бірден 3-4-еуін бірден қолданасыз. Міне 3,5 миллиметрлік, яғни номер 3,5. 20 сантиметрлік осындай сымдар, металлический. Ал мынау круговой спицы. Бұл өте ыңғайлы, жемпір, плед, жастық, шалбар, юбка, немесе басқада корсет деген сияқты үлкен нәрселер тоқығанда өте ыңғайлы болады. Кей жіптердің мүлдем этикеткасы болмай қалады. Ондай жағдайда өзіңіз оп-оңай қандай крючоктың керек екенін анықтай аласыз. Ол үшін жіпті қолыңызға аласыз және де ең кішкентай сымнан бастап қолыңызға алып, әлгі жіпті ilmekпен іліп аласыз. Егер де ilmek жіпті оп-оңай іліп ала алатын болса, сол крючок жарайды. Мәселен, мына крючок бұған кішкентай бүкті жіпке толық іле алмайды. Енді 3-түк номерлік этикеткадағы жазылған крючокпен көрсек, өте жақсы келіп тұр.
Енді 3,5 мінекей 3-тік номерлік өте жақсы іліп алып тұр. Тым үлкен де емес, тым кіші де емес. Енді 3,5-тікпен де көрейік, 3,5-тікті жақсы келіп тұр. Мұны да қолданса болады. Ал енді мен әдейі осындай үлкен 7-лік номерлік крючокты алдым. Мінекей көріп тұрсыздар, бұл тым үлкен. Мұндай нәрсемен, мұндай крючокпен тоқысаңыздар, жасаған заттарыңыз тесік-тесік болып шығады. Тоқуды жаңадан үйреніп жатсаңыз, ешқашанда жіңішке жіптер алмаңыз. Одан да қалың жіптермен тоқуды бастаңыз. Себебі жіңішке жіптерден көру өте қиын, ілмектерді алу, көру өте қиын болады. Ендігі метражына келсек, мәселе менде мынау 100 грамм 200 метрлік жіп. Сіздер осындайдың мәселен 100 грамм 100 метрлік жібін алсаңыздар болады. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Ал енді жіптің қалыңдығына келер болсақ, егер сіз жаңадан бастаушы болсаңыз, тым жіңішке жіптерді алып қоймаңыз. Себебі бұл сізге бастаушыларға өте қиын болмақ. Одан да мына мен қолымдағы жіптен 2 есе жуандықтағы, осындай жуандықтағы жіптерді алсаңыздар болады. Яғни оның метражы 100 грамм 100 метр. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпа.